Шабдалы. Сәлем достар, бүгінгі видеода шабдалы тосабын дайындайтын боламыз. Шабдалы жемісін суға тазартып жуып аламыз. Сыртқы қабығын аршып тазартамыз. Қабығын тазартып, сүйегін ажырататын боламыз. Жемісіміз тазартылды. Тазартылған салмағы 4 кг шабдалы, 2,5 кг шекер. Шабдалы жемісінің үстіне 2,5 кг шекерді сеуіп қоямыз. 8 сағат түннен азанға қойып қоямыз. Шекеріміз еріп, сиропқа айналды. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Тосабымызды қайнату үшін қазанға құйып аламыз. Шабдалы тосабын дайындау үшін мен 2 күн жұмсадым. Тосапты 10 минут қайнатып және демалдырып, 10 минут қайнатып, қайта демалдырып, 3 рет жасаймыз. Тосапты орташа отта қайнатамыз. Қайнап шыққан соң көбігін аламыз. Тосап тасып кетпеуін қадағалаймыз. Тосапты қайнату уақытын үзіп қайнатамыз. 10 минут қайнатып, 2 сағат демалдырып, 10 минут қайнатып, 2 сағат демалдырып, 3 рет қайталаған соң тосабымыз дайын. Алдын ала залалсыздандырылған банкілерімізге бөліп құямыз. Менде 4 литр тосап дайын болды. Темір қақпақты ыстық суға 5 минутқа салып қоямыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, тосабымыздың түсі әдемі болып шықты. Және шабдалы жемісі ешқайсысы езілген жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Дәмі ерекше, түсі ерекше тосапты сіздер де достарыңызбен бөлісіп, қыс мезгіліне сақтап қойыңыздар. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Тосапты түгелдей банкаға құйып, дайын қақпағымызды жауып, банкамызды ары-бері қозғап, дұрыс жабылғанын тексеруіміз керек. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше.